Мына жолго дейм осы. Кайсы біз жүретін ба? Кане ары карай. Жоқ. Бұл жол, бірақ машина жүреді екен. Бұлардың мынау номерлеріне дейін Дубай деп жаза бергендеріне арза болып отырмын да. Содан кейін весь городқа жаңа қазір не ма 5-нің уақыты ма? Намаздың дауысы шығып тұр ғой. Со қара. Город тыңдап отырады екен намазды. Мен таңертең сонымен тұрдым ғой. Соны айтам е? Аэропортқа кіргеннен намаз уақыты е? Анандай азан. Аэропорттарында да, в общем, қала бойынша намаздың уақытын қала бойынша прям үлкен неден громкоговорительден көрсетіп тұрады екен. Осылай келе жатырмыз қазір. Дубайдың көшесін жаяу аралап. Көшеде келе жатып, азанның дауысын естіп келе жатырмыз. Прям қала. Даусымен тұрдым ғой мен таңертең. Тұрып алып сесіп намаз оқыдым. Әне. Ұйықтап жатқан адам тұр деп азан оятады екен да. Прям ана біздің гостиницаның қасына вообще жақын естіледі. Сіздер естімедіңіздер ма таңертең? Ойда біз өшіп қаламыз. Талып қаламыз, талып. Күшті. Керемет ел. Осындай күшті сезімді сіздерге де сезіну бұйырсын. Осы видеоны көріп отырған әрбір жанға бұйырсын. Амин. Келесі жолы біздің қатарымызға қосылыңыздар. Енді айт. Келесі жолы біздің қатарымызда осылай Дубайдың көшелерін аралап, бізден бірге қыдыру бұйырсын сіздерге. Иә. Осы сөзді естіп отырған әрбір жанға бұйырсын. Иә? Иә, амин. Главное не ғой ага. Главное желание. Қалғанның бәрі келет. Үйде ага. Под лежачий камень вода не течет деген демекші. Просто так жатқан адамға, мысалы Үміткүл апай просто так жататын болса енді ештеңе болмаушы еді. Давай, вы сможете, давайте деп өстіп қолдаудың арқасында, осындай команданың арқасында Құдай қалап осындайға жетті ол кісі. Иә. Тегін барлығы компания төлейді. Иә. Сондықтан әркімнің болашағы, әркімнің өмірі қалай өзгертемін десе де, өз қолдарыңызда қымбаттылар, қазақстандықтар. Сіздер де осылай жүрулеріңізге болады. Осындай керемет мүмкіндік сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Немеде айтады емес па? Окружениені ауыстыру керек. Мысалы, жаңа біз қандай ана кісілермен долларовый миллионерлер ғой, енді аналар айына 100 000 евро уже кәдімгідей зарплата алады компаниядан, иә? Олар қаншама жыл осыған, бірінші уже 5-ші жыл олар істеп жатқан. Қаншама жылда осыған жетті. Біздікі емес. Сондықтан сіздер де жетесіздер. Адамның қолынан келген адам істей алады. Просто қорықпау керек. Бастау керек. Бизнес бастаңыздар, бизнес. Біреуге жұмыс істесеңіздер, сіздер біреуді байтасыздар. Сіздер өз өмірлеріңіз жоқ деген сөз. Сіздер ограниченный во времени, да? Бір коробканың ішінде отырған сіздер былай шыға алмайсыздар. Ал егер де өзіңізге бизнес жасайтын болсаңыз, өзіңіз білесіз. Біз мысалы менде 2 балам бар. Мен кешке дейін солардың қасындамын ғой. Қыдырып та үлгереміз. Примерно біз кешке дейін қыдырамыз ғой. Мен әке-шешем маған қарамайды, менің жұмысым онлайн, ондай әңгіме жоқ. Ана жерге апарасың, ана жерге алып келесің. Солай ғана. И балаларым да солай. Сондықтан қосылыңыздар ортамызға. Ортаң қандай болса, досың қандай, мен сенің қандай екеніңді айтамын дейді ғой. Сол сияқты ортаны өзгертсеңіздер, мышлениені өзгертсеңіздер, барлығы болады. Сетевиктармен дос болыңыздар, сетевой бизнесті мүлдем жек көрмеңіздер, сетевой бизнеспен жұмыс жасайтын адамдарға жабысып қалыңыздар. Тым болмаса, содан бастаңыздар. Адамға жабысудан. Одан кейін ары қарай уже бизнестеріңіз дами бастайды. Құрметті. Екеуі сарнап тұрады адамдар.